5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдер күні мерекесі. Бұл мереке ұлт ұстазы Алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен қатар келіп отыр. Осыған орай Әл-Фараби кітапханасы кітап көрмесін ұсынды. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін қалаушы ғалым, қазақтың ақыны, түркітанушы, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Ол қазақ ғылымы тарихында ұлттың әліпби жасап, жаңа емле, төте жазу, араб графикасы сынды жаңа үлгі ұсынған реформатор. Бұл бөлімде Ахмет Байтұрсынұлының кітаптары қойылды. Соның ішінде 40 мысал, тіл тағылымы, маса және тағы да басқа томдық кітаптары қойылды. Енді соның ішінде ерекше атап көрсететін бір кітап, ол деген біздің сирек кітаптар қорынан алынған Ахмет Байтұрсынұлының әліпби кітабы. Бұл кітап Қызылорда қаласында 1926 жылы басылып шыққан. Бұл бөлім мемлекеттік тіліміз қазақ тіліне арналады. Бұл бөлімге қазақ тілінің тарихына, дамуына және саясатына байланысты кітаптар қойылды. Бұл бөлімде қазақ тіл білімінің мәселелеріне байланысты кітаптар қойылды. Келесі бөлімде Әл-Фараби университетінің филология факультетінің оқытушы құрамының еңбектері қойылды. Ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсынов айтқандай, білімді болуға оқу, бай болуға кәсіп, күшті болуға бірлік керек.